Бірақ мен Қытайдағы ұйғырлардың жағдайына жанашырлық танытқанда, анау Қазақстандағы жаңағы ұйғыр әйелдің қазақтарға деген соншама өшпенділігіне аң-таң қаламын да. Енді ол әйел ұйғырға уәкілдік етпейтін шығар. Ол бір миынан адасқан, алжасқан, өзі сондай бір есерсоқ біреу шығар. Бірақ Қытайда ұйғырдан тұқым қалдырмай геноцидке ұшыратып жатқанда, Қазақстанда ұйғырлар кем дегенде аман есен ғой. Қазақстанда концлагер бар ма? Жоқ. Қаңтарда қазақты қырды, ұйғырды қырды ма? Жоқ. Желтоқсанда қазақ қырылды, ұйғыр шықты ма? Жоқ. Ал енді қазақ халқы олардың бәрі жерін жаулап па? Жоқ. Олар қазақтың жерінде өмір сүріп отыр. Ал Қытай ұйғырдың жерін жаулап отыр. Алты шаһар ұйғырдың жері. Ал неге сонда қазаққа өшпенділік танытады, мен түсінбеймін. Бұлардың ақсақалдар қайда қарап отыр, бұлардың зиялылар қайда қарап отыр. Неге өтірік тарих жазған Мәсімовтің кіші әкесі Қасым Мәсіми неге өтірік тарих жазып Жетісу ұйғырдың жері дейді? Неге соның мына идеологтары үйінде сондай тәрбие береді? Сондықтан бұлардың баладары қазаққа өшпенділікпен өседі. Ал қазақтар мына жер біздікі деп, оларға жаңағы үгіт насихатты жүргізе алмай отыр. Бұлардың отбасындағы тәрбие қыңыр қисық. Себебі Қытайдан ала алмаған есе теңдігін қазақтың парақор үкіметін ақшамен сатып алып, қазақ жерінде есе теңдік аламыз. Жетісуды жекешелеп, үй ішінен үй тігеміз деген армандары бар. Мен Қытайдағы ұйғырлардың геноцидін әшкерелеуге көмектестім. Қаншама ұйғырды түрмеден жұлып алдым. Қазіргі Қытай геноцидін әшкерелеп жүрген қаншама лагер куәгері біздің арқамызда түрмеден шықты. Қаншама Алматыдағылардың жаңа отбасыларын құтқаруға біз себепші болдық. Біз құтқардық. Ұйғыр халқына жеке бастық өшпенділігіміз жоқ. Әсіресе шетелде қашып пысып қиналып жүрген ұйғырларға жанымыз ашиды. Тіпті Канадаға барам деген қазақтарға айттым: "Ей, Қазақстанда жағдайың жақсы ғой. Ұйғырлар құсап жаңағы барар жер басар тауың жоқ. Индонезияда, Вьетнамда, Мароккода, тіпті мына Түркияның өзінде Қытайға депортациялап жатыр. Индияда түрмеге қамап жатыр. Пакистан бас салып ұстап Қытайға бере салды. Сен олармен салыстырғанда Қазақстанда жүрсің ғой." Ол 10 мың адамның дені ұйғырға берсе, мен өкпем жоқ. Тек ана 5 боспын тақ құжатсыз жүрген бір топ қазақты Канадаға жіберсе, сосын тақ басқа қуғын көрген, қақпай көрген бірнеше қазақты қосса болды деп мен айтып отырмын. Ол ақиқат, ол Аллаға анық ақиқаты. Олар қырылды. Бірақ Қазақстандағы ұйғырлардың жаңағындай қылығы, қазақ жерінен дәмелі болатыны менің миыма сыймайды. Бұл олардағы әсіре радикалдық тәрбиенің күштілігі. Сендер мықты болсаңдар, Қытайдағы ұйғырларға араша түсіңдірші. Қайсы келіп біздің алдымызға арыз бердің? Арыз бергендеріңнің саны мен саусақпен санап берем. Қытайдағы бауырларыңды қынадай қырып жатқанда арыз беруге де қорқасыңдар, бірақ қазақтың кеңдігін пайдаланып, қазақтың Кенесары ханын банды дейсіңдер, қарақшы дейсіңдер. Әлмерек Абыз әулие бабамызды, батыр бабамызды қарақшы дейсіңдер. Ұят емес пе? Ұят емес. Осыдан барып сендер көмексіз қалмайсыңдар ма? Көмексіз қалмайсыңдар ма? Баяғыда Сүлеймен Демирел бопты, Түркияның президенті. Қазақстанға кепті. Сонда Қазақстандағы жаңағы түрік пен қазақтың ортасында бір қайшылық боп, қазақтың жігіттері мен түріктің жігіттері төбелесіп сөйтіп жатқан кез екен. Содан бір топ ақсақалдар, жаңағы ақсақал дегенде де жаңағы ақымақтау ақсақалдар болса керек, Сүлеймен Демирелға барып, мынау қазақтар бізге күн көрсетпей жатыр, міне бәленбай төбелес болып түген депті. Қазақ өзі біреуге барып тиісетін халық өзі. Сон Сүлеймен Демирел жаңағы әйгілерді шақырып апты. Естідім депті. Соғысты бастаған кім? Сендерсіңдер. Қазақтың қызын қорлаған кім? Алып қашқан кім? Сендерсіңдер. Қыз зорлаған кім? Сендерсіңдер. Орта мектеп оқып жатқан қызды 40-тағы кексең барып тиіскен сендерсіңдер. Қайта сендерді қырып салмай осы жерде көктетіп, сол тиісті қылмыс жасағанын ғана ұстап отырған қазақ халқына рахмет айтыңдар депті. Қазақ сенің қызыңды алып қашты ма? Қазақ сенің мектеп оқып жатқан қызыңды зорлады ма депті. Жоқ депті. Енді ашуланған жігітті бір-екі жігітіңнің тісін қақса, енді соған немелетесің? Қылмыскеріңді неге ұстап бермей, жасырып бәрің оны қашырып жүрсіңдер деп үндемеген. Сонда Сүлеймен Демирел айтыпты: жер бетінде қазақтай кең, қазақтай дарқан халықпен сыйысып, шығысып бірге өмір сүре алмасаңдар, ешкіммен сыйысып, ешкіммен шығысып өмір сүре алмайсыңдар депті. Содан әлгі ақсақалдар бетімен жер басып қайтып, ендігәрі қазақтымен төбелеспеуге жастарын үгіттеп, насихаттап, міне осы күнге дейін міне 30 жыл
түрік пен қазақтың ортасында бір төбелес болмапты. Бір түріктің жігіті қазақтың қызын педофилдік істемепті. Бір түріктің жігіті ойбай қазақтың қызын зорлап, содан сотқа беретін кезде бәрі ақша жиып, параменен әгі педофилді алып қапты дегенді естідік па? Жоқ. Бір жаңа ойбай қазақтың қызын жүкті қылып зорлап кетіпті. Мектептен келе жатқанда содан аяқ астынан ақ болды, көк болды деп пара беріп, ең соңында екеуінің некесін қиып қойып, содан ана қызды туғызтып, бір жылдан кейін анау ажырасып тастап кетіпті. Естідік па? Жоқ. Бірақ басқалардан естіп жатырмыз. Түріктер олай істеген жоқ. Неге? Білді. Түріктер білді. Қазақтай дарқан халықпен сыйыспасаңдар, сыйласпасаңдар, жер бетінде ешқандай халықпен сыйласпайсыңдар, сыйыспайсыңдар деген Сүлеймен Демирелдің сөзін білді. Содан бері қазақ пен түріктің ортасында қақтығыс болған жоқ. Түріктер тәрбие берді, ойбай қазақтар шабыңдар, жетісу біздікі. Біз түріктер болмаса қазақ айтатын еді, бүйтетін еді деп тәрбие берді ма? Үгіт берді ма? Жоқ. Мына жерді сыйлаңдар деді. Қазақтың халқына құрметпен қараңдар деді. Біз арып ашып келгенде осы қазақтар жаңа жарты малтасын ал кеңірдегінен өтіп кетсе қолын тығып отырып бізге берді деді. Орыстар жаңағы анау Кавказдан, ана Айдаладан, ана Грузиннің тауынан, Түркиямен шектесетін Әрменнің тауынан жаңағы түріктерді бостырып алып келген кезде қазақ жаңағы сүтін берді. Беретін наны жоқ, сүтін, құртын берді, айранын беріп аман сақтап қалды. Соны айтты. Ақсақалдар айтты, жақсылықты білейік деді, бауырлас халықпыз деді, берекемен өмір сүрейік деді. Қорғағыш, ол жаңағындай қылмыскер, педофил, қыз зорлағыш, ұры, жаңағындай көкбет халықтың жаңағы алтын асыл азаматтарына күйе жағатын, қара жағатындарды қорғап қалудың керегі жоқ. Ол біздің ұлтымызға оның пайдасы жоқ, зияны бар. Заң бойынша соттасын деген деп берді. Олар. Ал басқаларға айтеді, жаңа педофилин, қыз зорлағышын қорғаштап, оны ұлтшылдық деп отыр. Оны қорғап, сен батырсың, сен қаһармансың. Мына қызды педофилдік істеп қорладың ба, зорладың ба, екіншісін істе, біз сені түрмеден алып шығамыз деді. Анау Жаркенттегі ана қызды зорлап, оған жыныстық басқыншылық жасап, артынан машинаның баллонына салып өлтіріп, оның мәйітін өртеп жібергенде кім алып шықты түрмеден? Кім жиыс жасады соны? Кім соны 7 жылға сотталған жерінен алып шықты? Артынан барып ана қызды тағы өлтірді. Кім істеді? Сол ұлтшылдық па? Сол ұлттың жаңағы бетіне банк абырой бере ма? Сондай қылмыскерлерін ақша жиыс жасап, құтқарайық деп түрмеден құтқарып шығу. Ол екінші қызды өлтірді. Ал жарайды, қазақтың 2 қызын өлтіріпті. Содан қазақ азайып қала ма? Қазақ жер бетінен қырылып кете ма? Жоқ. Бірақ жүректе не қалады? Жүректе өшпенділік қалады. Арада бетте сыйластық болмайды. Қайда барасыңдар осы қылықтарыңменен? Қылмыскеріңді, арсызыңды, арпылдап үретін ақмақ топас кемпіріңді қорғап қалып, қыз зорлайтын қыз зорлағышыңды, кісі өлтіретін маниягыңды қорғап қалып, пара беріп түрмеден шығарып қалып, сол ма ұлтшылдық? Егер қазақтан сондай зұлым шықса, қыз зорлағыш шықса, адам өлтіргіш манияк қанішер шықса, мен бірінші болып өлтіріңдер, соттаңдар, заң бойынша өлтіру керек болса өлтіріп, мәңгілікке соттау керек болса сотта деймін. Мен ешқашан қылмыскерді ақтамас едім. Және ұлты қазақ болған үшін мен қылмыскерді керемет патриот деп мақтамас едім, ұлтшыл демес едім. Біріншісі, ол ұлт емес, ол адам емес қой ол. Мен мына адамдардың логикалық ойлау жүйесінің төмендігін аңтан қалам. Логикалық ойлау жүйесінің төмендігін аңтан қалам. Адамдар қаншалықты деңгейде осыншалық төмендеп кетеді. Мен салған видеоны тыңдаңдар, қазақтар. Жаңағы анау Шыңғысханнан, Жошыдан жалғасып, ең соңғы біздің орысқа қарсы ұлт азаттық күресіміздің лидері болған Кенесары ханды, хан Кенені, Кенесары Қасым ұлын, бандит деген, қарақшы деген адамды егер соттата алмасаңдар, заң бойынша жазаға тартқыза алмасаңдар, қазақтар, онда не қылып отырсыңдар? Албандар, Нарынқолдың албандары, Кегеннің албандары, Жаркенттің суандары,
жалпы улы жүздің баласы. Әлмерек абызды қорлатып қойып, бандит болған, ұры болған, қарақшы болған деп қойып отырсаңдар, несіне албан болып отырсыңдар, несіне улы жүз болып отырсыңдар? Қайын жұртым ғой улы жүз менің. Беттерің айтайын. Күйеу деп, еркелігімді көтересіңдер. Әлмерек тек албандық емес, тек улы жүздік емес, тұтас қазақтың абыз әлмерек еді ғой. Батыр әлмерек еді ғой. Енді соны қаптап келген бір келімсекке қорлатып қойып, оған істі қозғатпай, ол тұтқындалмай, оның үстінен дело тұрғызылмай, Алматының қалың албаны, Нарынқолдың, Шонжының, Кегеннің албандары айға қарап отырсыңдар ма? Ой, намыс қайда? Енді жарайды, басқа жердің қазағы, о, біздің шаруамыз емес деп отырсын. Мен бүкіл қазаққа қаратып айтам. Ұлттық намыс деген нәрсе бар. Енді қазір сол жерге, Шонжыға, Әлмерек абыздың мүсінін қойып, сонымен шаруа бітті дейді. Оның бәрі билік ұйымдастырып отыр. Жарайды, жеке кәсіпкерлер қаржы шығарып. Бірақ ол мүсін қайда тұру керек еді? Тас болып жолдың бойында тұру керек пе? Жүректе тұру керек еді. Әрбір сепаратистің, әрбір қазақ жерінен дәмелі Есекбастың, әрбір Жетісуды жекешелегісі келетін арам пиғылда, ала ойлы, ала бөтен ниеттілердің жүрегінде орнауы керек еді олы. Ол жерді қазақтар біреуден сатып алған жер емес. Ол жерге қазақтар біреулер құсап қол болып айдалып келген жер емес. 77 ата-бабамыздың басы қалған жер. 77 ата-бабамыз сол жерде соғысып, жан алып, жан беріп қорғап қалған жер.